Қайырлы күн, достар. Бүгін осындай жұмсақ, дәмді булочка дайындаймыз. Алдымен 1 стакан жылы сүт, сосын жылы су, шекер, тұз, ашытқы және разрыхлитель салып араластырамыз. Үстіне 3 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Ертілген сары майымызды және сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды үстін орап ашытып аламыз 1 сағат көлемінде. Одан ашыған қамырымызды 60 граммнан бөлшектерге бөліп шығамыз. Қамырды жайып, ортасына шекер салып ораймыз. Жүрек пішенді қылып жасауға болады. Үстіне жұмыртқа жағып, қызып тұрған пешке 180 градуста пісіріп аламыз. Осындай әдемі, дәмді, тәп-тәтті булочкамыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Астарың дәмді болсын.